2013 жылдың қыркүйегі. Менің жұмысқа орналасқаныма 2 жыл болған еді. Жасым 21-ге келген, жұмысқа құлшынған жас маманмын. 2 жыл ішінде өзімді кәсіби де, шығармашылықта жағымнан қалалық, облыстық сайыстарда тек үздігі атанып, біршама абырой жинақтап, мектепте кімсің? Айнұрмын болып жүрген уақытым. Сонымен өз қалауыммен оқу ісі меңгерушісіне жалынып жүріп, жассың ғой, шаман келе ме дегеніне қарамай, 5-ші В сыныбына жетекші болдым. Бастауышты аяқтаған ерке балалар алдыма топ ете қалып, кіп-кішкентай боп алып, мені жас деп менсінбеді ме? Шулап, жүгіріп, елегісі келмей, қылжақтай бастап еді. Жымиған жүзімді жиырып, қатқылыммен жекіп, тез орындарына қойып алдым. Содан кейін балаларым мені көрсе өздерін жинақтап, ретке келетін болды. Сыныбымды білім, тәртіп жағынан барлық мұғалімдер мақтайтын болды. Сондай тәрбиелі дейтін. Алғаш қалған сыныбым болғасын, олар менің жүрегімде ерекше орын алды. Әртүрлі отбасылық жағдайдағы, бірі асырап алған, бірі өзім үшін деп әкесіз туып алған, бірі ата-анасының біреуі қайтыс болған. Енді бірнешеуі ажырасқан жалғызбасты ана әкенің балалары еді. Соның ішінде әке-шешесі бар, толық отбасында тәрбиеленген Бақытбек деген оқушыма ерекше ықыласым ауды. Анасы жұмыссыз, әкесі қара жұмыс істейтін, көп балалы қарапайым жанұяның жоқ деп жалқауланбай, аз нәрсені ұқсата біліп, Бақытбектің үнемі тап-таза болып, жағасы кірлемей жүретініне қуанып, өзіме жақын тарттым. Ол да әр жазғы демалыстан келген сайын мені көргенде жүгіріп кеп құшақтап, апай, сізді қатты сағынып кеттім дейтін. Солай 9-шы сынып бітірерде Бақытбек, апай, мен кәсіптік колледжге кетемін, холодильник жөндейтін оқуға түсемін, 30 000 стипендиясы бар екен, мамаға ақшамды беріп көмектескім келеді деді. Қалауына қарсы келмедім. Ол болса колледжіне ауысып кете барды. Содан бері одан хабар үзіп қалдым. Мерекелерде арасында бір келіп, сыныптастарымен қауқылдасып, маған да сәлем беріп кететін. Бойы ұп-ұзын, қара торының келбеттісі болыпты. Арада 2 жыл зымырап, сыныбым 11-ді бітірді. Мен де күйеуге шығып, біраз уақыттан соң тұңғышыма аяғым ауырлады. Қатты ісіп, толып кеттім. 6 айлық жүкті кезімде Смол супермаркетіне соғып, үйге азық-түлік алып жүрсем, Айнұр апай деп артымнан бір жігіт дауыстады. Қарасам, өзімнің сол баяғы оқушым Бақытбек екен. Бойы сымдай тартылып, еңселеніп, әп-әдемі боп, үстіндегі жұмыс киімі де қара торы жүзін ашып тұр. О, Бақытбек, қалайсың? Жақсысың ба? Мамаң қалай? Дедім. Жақсы апай, сізді кірген кезде бірден таныдым. Томпақ боп кетіпсіз апай деп күліп қояды. Менің қыз күнімде 49 келі салмағыма 15 келі салмақ қосып, домаланып жүрген шағым еді. Күліп, ой, енді табиғат заңы ғой, осылай толам дедім. Жұмыста жүрсіз бе? Мен де оқу бітіріп, армияға барып келдім. Сосын жұмыс таппай, осы супермаркетке кеңесші сатушы болып жұмысқа кірдім. Үйге шамалы болса да көмектесейін деп, дейді. Жарайсың, еңбек қорсын ғой бұрыннан деп, арқасынан қағып, жақсы десіп өз жөніме кеттім. Содан кейін мен декретке шықтым. Тұңғышымды өмірге әкелдім. Артынша екіншіме жүкті боп, ол да Алла қалауымен жарық дүниеге келді. Үйде ұзақ отырып қалдым деп көңілім түсіп, кішкентайым 9 айға толғанда жұмысқа шықтым. Бірде мектеп жанында Бақытбектің анасын көріп қалдым. Жағдайымызды білісіп, оқушымды сұрадым. Балам қалай? 2 жылдай бұрын сауда орталығында менеджер болып жұмыс істеп жүрген көріп ем. Қазір не істеп жүр дедім. Анасы, ол әскерге барып, борышын өтеп келгесін, жұмыс таппай жүріп қалды. Ақша таппадым деп намыстанып, кафелерге официант болып жүрген. Әкесі содан, жанымда бол деп жұмысқа алып, үлкен трассаға асфальт төсеп жүргенде жеңіл көлік қағып кетіп, жолдан ұшырып жіберген. 2 апта комада жатты. Қазір үйде 1-ші топ мүгедегін алды. Миында гематома бар, аяғы да жүрмейді, есте сақтау қабілетінен айырылған. Қазір болғанды қазір ұмытып қалады. Кластастары келсе амандасып,
бөлмеден шығып кетіп қайтадан кірсе қайтадан амандасады. Бақытбек, жаңа көрдік қой, неге амандасасың десе, жоқ, мен сендерді осы көріп тұрмын деп дес бермейді. Дәрет сындырғысы келгенін де білмейді. Памперс кигізіп күнде тазалап отырам. Мама, донер, мама, мороженый деп жатады күнде. Әкесі болса, менің кесірім деп өзін күнде кінәлап әлек. Айтпақшы, тек сіздің есіміңіз жаттап алған. Менің апайым Айнұр Тоқсанбай деп күнде 5 рет айтады. Қой жоқ, сен апайың Зоя деп бастаушыда мұғалімін айтсам, оны танымаймын, менің апайым Айнұр Тоқсанбай. Мектепке барып көріңізші жүрмекен деп айта бергесін, сізді көрсем деп күнде мектеп жақтан қараймын деп көзінен жас төгілгенде менің жүрегім жылады. Неге бір отбасыға Аллам ауыр сынақтар жіберді, үміт күткен баласын мүгедек етті деп күйзелдім. Кішкентай баласы онкологиялық сырқатпен алысып жүрген есімде қалыпты. Шәкіртімнің қазіргі ауыр халіне көңілім жабырқап, есінен ажыраса да жүрек түкпірінде сүйікті мұғалімін сақтап қалғанын біліп, бұл мұғалімдік мамандықты бекер таңдамаған екенмін ғой деп ойладым. Өзімді қолға алдым да, апай, жақында Бақытбекке кіріп шығам деп сөз бердім. 3 күннен соң қолыма жеміс-жидек, тәттілерімді арқалап үйіне бардым. Анасы дастархан дайындап жіберді. Бақытбек ұйықтап жатыр екен. 2-3 күнде бір рет ұзақ ұйықтайды. Қалған күндері ояу сөйлеп жатады екен. Жарты сағаттай отырғасын шыққалы жатыр ем. Мама, деп Бақытбек оянды да. Айнұр Тоқсанбай, менің апайым, мейірімдім Айнұр апайым келді ма? Апайымның иісі шығып тұр ғой деп қуанған дауыс шықты. Мен бөлмесіне кірген сәтте ол жас балаша қуанып, көзі жайнап кетті. Апай, сізді сағынып кеттім, білесіз ба? Сізді супермаркеттен көргенде тура кішкентай кезімдей құшақтап алғым келіп тоқтаттым. Себебі сіз мені кедей деп алаламай, алдыңғы қатарға отырғызып, сабақта тапсырмалар беріп, оқуға қызығушылығымды оятып, құшағына басқан жалғыз ұстазсыз. Сол кездегі әтіріңіздің иісі өте ғажап еді, әлі де өзгермепті деп өзін қинап күлді. Қалайсың, өзің жақсысың ба деп ем. Сырқатын сездіргісі келмей, жақсымын, жақында жүрем, сосын мектепке барып сізге соғам деді. Сол күнге жетейік лайым, сен жүруің керек, жалқау болма жарай ма деп көңілін аулағандай болдым. Сонымен қайтып кеттім. 2 апта бойы Бақытбектің жағдай ойымнан шықпай, уайымдап жүрдім. Сосын тұрмыс қамымен ойымнан да біртіндеп шыға бастады. Жұмыста жүрем, төменде ата-ана кеп тұр деп хатшы шақырғасын түссем, Бақытбектің анасы екен. Мені көріп қуанып, қалайсыз апай? Бақытбектің аяғында башпайлар қозғалатын болды. Реабилитацияға барамыз жақында. Алға жылжу бар дейді дәрігерлер. Мендағы гематомада сәл азайған дейді. Сізбен қуанышымды бөлісейін деп келдім деді. Тағы да бос уақытыңызда келіп кетсеңіз ет асып қояйын дейді. Ой, әуре болмаңыз, Бақытбегім әлі-ақ жерік тұлпардай шауып кетеді деп жұбатып қала бердім. Иә, тағдырдың алда не дайындап қойғанынан хабарсызбыз. Бірақ тосыннан келетін қайғыдан жан-жағымыз, айналамыз, жанұямыз аман болсын шылайым. Мен шәкіртімнің жүрем деген арманы орындалатынына шүбәсіз сенемін.